Ерке ханшайым. Ертеде бір ханның жалғыз ерке қызы болыпты. Қыз кішкентай күнінен әке шешесінің махаббатына бөленіп өскен екен. Аузынан шыққан әр сөзі тіпті хан әкесінің өзіне заңдай болып көрінетін. Сарай қызметшілері ол қыздың алдында құрдай жорғалайтын. Өсе келе еркеліктің шегіне жетіп алған қыз тіпті өзінің туған анасына дауыс көтеретінді шығарыпты. Анасы көңіліне алып қалса да, қызын қатты жақсы көрген соң үндемей қоя салатын. Қыңыр мінезін хан әкесі де байқайтын. Бірақ жалғыз қызының бетінен алып ұрыспауды жөн көретін. Солай күндер өте берді, жылдар жылжи берді. Қыз бой жетіп нағыз сұлу ханшайымға айналды. Бірақ ақ дегені алғыс болып, бүкіл айтқаны орындалса да, қыздың ештеңеге көңілі толмайтын. Әрдайым қабағы қатыңқы, көңіл қошы жоқ болып жүретін. Бұл кейіпі қыздың ажарын қашырып тұратын. Ханшайымның сұлу бейнесімен бірге күн өткен сайын өмірі де солғын тарта берді. Күндердің бір күні ханшайым өмірден қызық таба алмай, іш құса болып төсек тартып жатып қалады. Хан жалғыз қызының денсаулығын алаңдап, елдегі ең мықты деген емшілерді шақыртып, ханшайымды қаратады. Бірақ емшілердің ешбірі қыздың ауруына шипа болар ем таба алмайды. Шарасы таусылған хан ел арасынан бір ғажайып шығар деген ниетпен жарлық шығарады. Жарлықта кімде-кім ханшайымды ауруынан айықтырып, сұлу ажарына күлкі сыйласа, соған ат басындай алтын берем делінген еді. Ханның уәдесіне қызыққан бақсы балгерлер, емшілер, сайқымазақтар, сиқыршылар, тіпті қарапайым адамдар да бақтарын сынап көрді. Ел арасында жас данагөй атанған жас жігіт те қыздың емін білетінін айтып, ханды сендіреді. Тек ол үшін ханшайымды сарайдан шығарып жазық далаға менімен бірге жіберуіңіз керек дейді. Басқадан үмітін үзген хан жігітке қызын сеніп тапсырады. Жігіт қызды ертіп, елден аулақ жерге үй тігеді. Қыздың көзін байлап, бір күн бойы күн көзін көрсетпейді. Тек екінші күні ғана көзіндегі орамалды шешіп, таң сәредегі сұлулықты көрсетеді. Қыз аурудан әбден әлсіреп қалса да, соншалықты сұлулыққа бейжай қарай алмай қалады. Күні бойы күн астында қалғысы келетінін айтады. Екінші күні ханшайымға таң атқаннан кеш батқанға дейін дәм татқызбай қояды. Тек кешке бір шөлмек су береді. Өмірінде олай шөлдемеген қызға бұл кештегі қара судың дәмі керемет болып көрінеді. Үшінші күні қыздың жағдайы жақсарып қалады. Көңіл күйі де, тәбеті де жақсы. Бірақ ерке қыздың өзі қызығып істейтін ісі жоқ болып шығады. Осы жасқа келгенше әкесінің қызметшілеріне бұйрық бергеннен басқа іспен айналысып көрмепті. Сол әдетіне басып, жігітке бұйыра сөйлейді. Ей, жас жігіт, менің қарным ашты. Тамақ дайындап бер. Мен тамақ істей алмаушы едім. Біз одан да былай келсейік. Мен тамаққа қажет азық-түлікті тауып әкеліп берейін, ал сіз екеумізге арнап біраз дайындаңыз, дейді. Ал ақылды жігіт қарны әбден ашып, амалы таусылған қыз келседі. Бірде сарайда тәтті тағамдардың иісіне қызығып жүріп, үйреніп алған бір асты дайындауға кіріседі. Істеген тамағы өте дәмді болып шыққан қыз өзіне бірінші рет көңілі толады. Енді ол күн сайын әртүрлі тамақ жасауды үйренгісі келетінін айтады. Өзі қиялынан тағам мәзірлерін ойлап тауып, күн сайын жаңа ас пісіріп үйренеді. Дана жігіт те қыздың шабытына шабыт қосып, оны әркез мақтап отырады. Ханшайым да күн сайын дәмді ас пісіруден жалықпайды. Осылай күндер өте береді. Қыз атқан таңның, батқан күннің ерекше сұлулығын көргенде, бұрын байқамаған ғажайыпты тапқандай күй кешеді. Үйінен алыста жүріп, ата-анасын, сарайын, тіпті өзіне қызмет еткен хан сарайындағы қызметшілерін сағынады. Жігітке олардың қадірін білмей дауыс көтергені үшін қатты өкінетінін айтады. Данагөй жігіт оны сарайға қайта апарады. Көптен бері көрмеген ата-анасымен қауышқан қыз оларды көріп қатты қуанып кетеді. Өзінің қателігін түсінген ол қызметкерлеріне де бұрынғыдай дөрекілік көрсетуін қояды. Бәрі бұрынғы қыңыр ханшайымның орнына басқа сұлу ханшайым келгендей күй кешеді. Сарайдағылар оны данагөй жігіт сиқырлап тастаған деп ойлайды.
Ханшайымның қуанышқа толы жанарын көрген әкесі дана жігітке қалағаныңды сұра дейді. Ханшайымның қайта жанданған дидарына ғашық болған жігіт қыздың қолын сұрайды. Қыз да жігітті ұнатып, әкесі келісімін беріп, екеуі үйленеді. Осылайша олар бақытты да баянды ғұмыр кешіпті.